Қымбатты білім алушылар, каналыма қош келдіңіздер. 4-11 тақырып ондық бөлшектерді дөңгелектеу. Санды дөңгелектеу дегеніміз, оның дәл мәніне жуық мәнін табу. Санды дөңгелектегенде ол өзінің жуық мәніне ие болады. Яғни жуық мәнді біз ерек екі сызықпен белгілейміз. Мысалы, жерден айға дейінгі қашықтық 384.400 километр. Бүркіт 36,1 метр секунд жылдамдықпен ұшады. Мұнда шамалардың, қашықтықтың, жылдамдықтың дәл мәндері дөңгелектеніп, жуық мәндермен алмастырылған. Берілген шаманың жуықтап алынған мәні оның дәл мәнінен кем болуы да мүмкін, артық болуы да мүмкін. Мысалы, 63,34 ондық бөлшегі берілген. Осы шаманың жуықтап алынған мәні дәл мәнінен кем боп тұр. Келесі, 82,6 берілген шамамыз жуықтап алынған мәні оның дәл мәнінен артық боп тұр, яғни 83 боп тұр. Бұл не себепті артық, не себепті кем? Оны анықтау үшін біз мынандай ережені білуіміз керек. Яғни, дөңгелектенетін үлес разрядының оң жағындағы барлық цифрларды жазбай алып тастау керек. Егер алынып тасталынатын бірінші цифр 0, 1, 2, 3, 4 цифры болса, оның сол жағындағы цифрды өзгертпеу керек. Ондық бөлшек кемімен жуықталынған мәнге ие болады. Мысалы, 42,3 жуық мәні 42 болады. Себебі үтірден кейін бізде 3 цифры тұр. Енді, егер алынып тасталынатын бірінші цифр 5, 6, 7, 8, 9 цифры болса, оның сол жағындағы цифрды сол үлес разрядының бір бірлігіне арттыру керек. Ондық бөлшек артығымен жуықталған мәнге ие болады. Мысалы, 15,6 үтірден кейін 6 саны цифры тұр, олай болса, ол 5-тен артық. Сондықтан бір бірлік біз береміз солға қарай. Жуық мәні 16 болады. Келесі, 14,2-ның жуық мәні 14, яғни үтірден кейінгі 2 цифры бұл 5-тен кіші сан. Сондықтан 2 цифры алынып тасталынады. Бұл бізде берілген шаманың жуықтап алынған мәнінің дәл мәнінен кем болуы. Келесі, 93,7 үтірден кейінгі цифрымыз 7, 5-тен үлкен сан, сондықтан біз солға қарай бір цифр бір бірлікке арттырамыз. Ол 94 болады жуық мәні. Бұл деген сөз жуықтап алынған мәні дәл мәнінен артық болу. Мысалы, енді оқушылар бүтінге дейін дөңгелектеуді үйренейік. 9,7 ондық бөлшегін бүтінге дейін дөңгелектеу үшін үтірден кейінгі орналасқан цифр 7 саны 5-тен үлкен болғандықтан бір бірлік береміз. Солға қарай. Оның бүтінге дейінгі дөңгелектенген мәні 10-ға тең болады. Екінші 31,17 үтірден кейін бір цифры тұр, 5 санынан кіші, сондықтан соңғы 2 цифр алынып тасталынады, бүтін 31 саны жазылады. Үшінші мысал 28,23, бұның жуық мәні 28, себебі үтірден кейінгі 2 цифры 5-тен кіші сан. 68,7 үтірден кейінгі 7 саны 5 цифрын 5-тен артық, сондықтан бір цифр солға қарай арттырамыз. Яғни 69 болады жуық мәні. Ондық үлеске дейін дөңгелектеу. Мысалы, 6,175 үтірден кейінгі 7 саны бізде бұл ондық үлесті білдіреді. Яғни 7 цифры ондық үлесті білдіреді. Біз осы 7 цифрының жанындағы тұрған санға қараймыз. Ол 5-ке тең боп тұр. Олай болса, біз солға қарай бір бірлік арттырамыз. Жуық мәні 6,8 болады. Екінші мысал, 92,16
үтірден кейінгі орналасқан бір цифры ол ондық үлес. Біз сол ондық үлестің жанындағы цифрға қараймыз. Ол 6. 6 5-тен артық. Сондықтан бір бірлікке арттырамыз. Жуық мәні 92,2 болады. Жүздік үлеске дейін дөңгелектеу. Бірінші мысал 82,185. Жүздік үлесіміз 8 цифры. 8 цифрының жанындағы цифрға қараймыз. Ол 5. Яғни 5-ке тең болғандықтан бір бірлік арттырамыз сол жақтағы цифрды. 82,119 жуық мәні болады. Екінші мысал 41,179. 7 цифры жүздік үлесті білдіреді. Жанындағы тұрған цифрға қараймыз. Ол 5-тен артық сан, сондықтан солға қарай бір бірлік арттырамыз. Жуық мәні 41,118 болады. Мыңдық үлеске дейін дөңгелектеу. Бірінші мысал 5,10,000-дан 1247. Бұның жуық мәнін табу үшін біз мыңдық үлеске қараймыз. Мыңдық үлесі 4 цифрына тең. 4 цифрдың жанындағы тұрған санға қараймыз. Яғни цифрге ол 7, 5-тен артық. Бір бірлік солға қарай арттырылады. 5,10,000-дан 125 жуық мәні. Екінші мысал 3,10,000-дан 2304. Бұл санның жуық мәнін табу үшін біздің мыңдық үлесіміз 0-ге тең. Ол жанындағы тұрған санымыз 4-ке тең, ол 5-тен кіші сан. Сондықтан біз бұл жерде ешқандай бірлік берілмейді. Оның жуық мәні 3,230 болып қалады. 4 цифры түсіп қалады. Нөмірі 984 есеп. Ондық бөлшектерді дөңгелектеңдер. Бірінші ондық үлеске дейін 3,3 жуық мәні 3 болады. Себебі үтірден кейінгі ондық үлесіміз 5-тен кіші сан. Яғни бұл цифрлар алынып тасталынады. 4,158. Біздің ондық үлесіміз 5-ке тең. 5-тің жанындағы 8 5-тен үлкен сан болғандықтан бұл жерде бір бірлік беріледі. 4,6 жуық мәні. 2,473. Ондық үлестің жанында тұрған сан 7 5-тен үлкен сан, бір бірлік беріледі. 2,5. Жүздік үлеске дейін дөңгелектен 0,214. Жүздік үлесіміз 1. Бірдің жанындағы 4 5-тен кіші сан, сондықтан бұл цифр алынып тасталынады. 0,121 қалады. 3,591. Жүздік үлесіміз 9-ға тең. Қасындағы 1 5-тен кіші сан. Бұл цифрда алынып тасталынады. 3,159 жуық мәні болады. 2,168. 6 жүздік үлес. Оның қасында тұрған 8 5-тен үлкен сан, сондықтан бір бірлік беріледі. 2,117 болады. Мыңдық үлеске дейін дөңгелектеу керек. 6,10,000-дан 2358. Мыңдық үлестің жанындағы 8 5-тен артық сан, сондықтан бір бірлік беріледі. 6,236. 3,10,000-дан 6775. Мыңдық үлесі 7-ге тең. 7-нің қасындағы 5 5-ке тең. Яғни бір бірлік беріледі. 3,10,000-дан 678 болады. 985 есеп. Жуықтаудың қайсысы дәлірек? 1,17-ның жуық мәні 2. Яғни бұл дәлірек мәні бола алады. Ал 1,17-ның жуық мәні 1. Бұл дәл мәні бола алмайды. Себебі үтірден кейінгі 7 ондық үлес 5-тен артық сан. Сондықтан бір бірлік беріліп 2 болады. 6,15-ның жуық мәні 6. Бұл дәл мәні бола алмайды. Себебі үтірден кейінгі 5 5-ке тең, бір бірлік беріледі де, бұл дәлірек мәні 7 болады. 986 есеп. Ондық бөлшекті бүтінге дейін дөңгелекте. Біріншісі 2,675-ті дөңгелектейтін болсақ, бүтінге дейін. Ондық бөлігіндегі біздегі 6 5-тен үлкен сан, бір бірлік беріледі де, 3-ке тең. Екіншісі 5,119. Үтірден кейінгі 1 ондық үлестің жанындағы 9 5-тен артық сан. Яғни бұл жерде бізде бүтін бөлігі бізде 5-ке тең. Енді үтірден кейінгі 1 ондық үлесіміз 5-тен кіші сан, сондықтан мына жерде 5 болады. Бүтін бөлігі 37,10,000-нан 4109. Үтірден кейінгі ондық үлесіміз 4 5-тен кіші сан, сондықтан бүтін бөлігіміз 37 болады. Енді
988 есеп. Жердің радиусы 6371 километр. Марс планетасының радиусы жер радиусының 0,153-не тең. Марс планетасы радиусының ондық үлеске дейін дөңгелектеп жуық мәнін жазыңдар. Шешу: 6371-ді 0,153-ке көбейтеміз, тең 3376,603. Ондық үлеске дейін дөңгелектеу үшін үтірден кейінгі 6 ондық үлес. Оның жанында тұрған 3 саны 5-тен кіші сан, сондықтан ол цифр алынып тасталынады. Жауабы 3376,6 километр. 989 есеп. 1 метр матаның бағасы 600 теңге. Осы матаның қалдығы 255, құны 255 теңге. Мата қалдығы неше сантиметр? Шешуі: бүтінге дейін дөңгелектеу керек. 1 метріміз 600 теңге, x метріміз 255 теңге. X-ті табу үшін 255-ті 600-ге бөлеміз. X тең 0,425 метр шығады. 1 метрде 100 сантиметр бар екен білеміз. Олай болса 0,425-ті 100-ге көбейтеміз. Сонда 42,5 сантиметр шығады. Енді осыны бүтін бөлікке дейін дөңгелектеу үшін біз мына үтірден кейінгі 5-ке тең, сондықтан бір бірлік беріледі, 43 сантиметр болып жазылады. Жауабы 43 сантиметр. Оқушылар, егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.